12 сәуір Қазақстанда ғылым күні. Осыған орай біз сіздерге әлеуметтік ғылымдарға байланысты таңғаларлық фактілерді дайындап қойдық. Ғылым бұл тек зертхана мен формулада емес, ол біздің қоғамды, мінезімізді, тіпті сана сезімімізді тереңірек түсінудің жолы. Сол себепті ғылымға бір сәт тоқталып, күнделікті өмірімізге әсер ететін қызықты мәліметтерге көз жүгіртейік. Сәлеметсіздер ме? Мен Нұрдәулет Ибраев. Бүгін сіздермен бірге әлеуметтік ғылымдардың терең сырларына үңілеміз. Күнделікті өмірде байқамайтын, бірақ бізге тікелей әсер ететін психологиялық және әлеуметтік құбылыстарды қарастырамыз. Дайын болсаңыздар, бастайық. Сіз бір адамның бойында бірнеше тұлға өмір сүретінін естіген боларсыз. Бірақ ең қызығы, әр тұлғаның денсаулығы да әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, бір тұлғада қант диабеті бар, ал екінші тұлғада мүлдем жоқ. 1990 жылдары жүргізілген зерттеуде осындай ерекше жағдай тіркелген. Бұл санамыздың тек психикамызға ғана емес, физикалық жағдайымызға да әсер ете алатынын көрсетеді. Яғни біздің денеміз тек биологиялық құрылым емес, ол сана әсерінен де өзгереді. Көп тіл білетін адамдар тек сөзді қормен ғана емес, мінез-құлқымен де өзгереді. Ғалымдар байқағандай, адам бір тілден екінші тілге ауысқанда, оның сөйлеу стилі тіпті өзінің ұстанымында да өзгереді. Мысалы, испан тілінде сөйлегенде адамдар ашық, эмоционалды болуы мүмкін, ал ағылшын тілінде ол ұстанымы салқынқанды болады. Бұл тілдің артында жатқан мәдениеттің санаға әсер етуімен, яғни біз тек тілді емес, сол тілмен бірге жаңа рөлді де қабылдаймыз. Сізге таныс емес жерге келіп, бұрын бұл сәтті көргендемін деген сезім бола ма? Бұл дежавю. Бұл феномен кезінде белгілі бір жағдайларды бұрын болғандай қабылдайды, бірақ шын мәнінде ол алғаш рет орын алуда. Ғалымдардың айтуынша, бұл миымыздағы ақпаратты өңдеу механизмі аздаған кідірістеп туындайды. Яғни қазір болып жатқан сәт оқиға қысқа сәтке жадымызда өткен шақ сияқты тіркеледі. Алкоголь адамның тек ойлау қабілетіне ғана емес, эмоцияны қабылдауына да әсер етеді. Зерттеулер ішімдік ішкен адамның айналасындағылардың эмоциясын дәл тануда қателесетінін көрсеткен. Мысалы, біреу жымиып тұрса, ішімдік ішкен адам оны шын қуанып тұр деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ шын мәнінде ол жай ғана сыпайылық білдіруде болуы мүмкін. Бұл алкогольдің біздің эмпатиямызды әлсірететінін айғағы. Адамдар көбіне сыртқы келбетке қарап адам туралы қорытынды шығарады. Әсіресе ірі, бойы биік, бұлшық етті адамдар жиі көшбасшы ретінде қабылданады. Ғалымдар бұны біздің эволюциялық санамызбен байланыстырады. Бұрынғы заманда физикалық күш қауіпсіздік пен қорғаныстың кепілі болған. Бүгінде бұл түсінік өзгерілмеген. Нысаналық түрде біз әлі де күшті тұлғаларға сенім артамыз. Міне бүгін сіздермен бірге әлеуметтік және психологиялық ғылымдардың 5 таңғажайып фактісін аштық. Бұл фактілер біздің санамызды, тілімізді, эмоциямызды және бір-бірімізге қалай қабылдайтынымызды тереңірек түсінуге көмектеседі. Қай факт сізге ерекше әсер етті? Пікірлеріңізді жазыңыздар. Ал бізбен бірге болыңыздар, арнаға жазылып қойыңыздар. Алда әлі талай қызықты мәліметтер бар.